Кәрілік туралы алғашқы ойлар өмірлік құндылықтарды қайта бағалау кезінде 40-45 жаста келеді. Бұл әрқашан күтпеген жағдай. Сіз ересек балаларыңызға таңдана қарап, аздап үрейлене бастайсыз. Шынымен де барлығы сонымен бітті ме? Ары қарай тек кәрілік пе? Шын мәнінде жастың бұл жерде ешқандай маңызы жоқ. Шындығында бір нәрсеге қол жеткізіңіз келсе және өзіңізді жас сезінгіңіз келсе, ерте кәрілік жастық құмарлықтан айырылғандардың ғана тағдыры. Қарттықты жеңудегі табыстың негізі өмірге деген қызығушылық. Адамның кемелдігі соншалық, ол әрқашан сау, қажетті болу үшін денсаулығын қалпына келтіре алады. Өз күшіңізді саудың басқа жолы жоқ. Дәрігерлерге сенбе. Дәрігер тек қана ауруларды емдейді. Ал денсаулығыңды өзің қорғауың керек. Тамақтану туралы айтатын болсақ, маңыздысы не жейтініңіз емес, бірақ әр тағамда қанша жейтініңіз өзіңізді шектеп, ешқашан толық қанықтыруға дейін толтырмауы керек. Адамдар физикалық шамадан тыс тамақтану, ақыл ойдың шамадан тыс жүктелуі және қатаюдың болмауы олардың ауруларының негізгі себептері екенін білуі керек. Ауруды емдеу үшін ең алдымен қолдан ауызға өмір сүруге жаттықтыру керек. Шикі көкөністерді жеуге, оранбауға және ұйықтауға болмайды. Қалағаныңызша және әрине темекі шекпеңіз. Әрбір адам дене шынықтыру жаттығуларына қатысу керек. Онсыз салауатты өмір салты туралы кез келген әңгіме болуы мүмкін емес. Ауру болғанына табиғатты да, қоғамды да кінәлауға болмайды. Оған адамның өзі ғана кінәлі. Көбіне ол ауру қызу және ашкөздік, бірақ кейде бірқатар негізсіз. Сіз ауыр жұмыстан белсенді демалуды және демалуды үйренуіңіз керек. Демалуды білу ғылым, бірақ оған мінез керек. Эмоциялар жүректің, тіпті сау адамның да қасіретті жауы. Мәселе денсаулық пен өмірдегі қатысты болғанда миды қосу керек. Адамның рухының құдіреті қандай зор, оған қарап, жан нені ұстағанын таңдайсында мәңгілік көз алдында тұрғандай армандайды, жұмыс істейді. Батыр халқымыз қайсар, сабырлылық жай ғана тәртіп емес рухтың ұлылығы.